Сәлем балақайым. Бүгін біздер математика сабағынан ауыр, жеңіл, килограмм деген 30-шы тақырыппен танысатын боламыз. Тақырыбымызды бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк қалдыруды ұмытпа. Бүгінгі сабақтан біздер массаның өлшем бірлігі килограмммен танысамыз. Ол үшін оқулықтағы тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырмада Әлия мен Сырымды көрсек болады, және оның жанында ағасы Ержанды көрсек болады. Енді бұл жерде балалар не істеді? Алма жинап алып келді. Енді олардың қайсысында көп, қайсысында аз екендігін білу үшін өлшеуге алып келіп жатыр. Енді бұл жерде үстелдің үстін қарайтын болсақ, таразының бірнеше түрін көруге болады. Бұлар таразы деп аталынады. Және қайсысының қолында аз, қайсысының қолында көп. Біздер оны білу үшін таразыға салуымыз қажет екен. Енді заттың салмағын өлшеу үшін мынадай таразы түрлерін қолданады. Масса бұл шама. Килограмм бұл массаның өлшем бірлігі. Бұны біздер есімізде мұқият сақтауымыз қажет. Масса бұл шама. Килограмм сол массаның өлшем бірлігі. Енді біздер массаны немен өлшейміз? Жоғарыда айтқандай таразының көмегімен өлшейміз. Қазіргі кезде таразының бірнеше түрі бар. Көбінде қазір электронды таразыларды пайдаланады. Бұл жерде әртүрлі таразыларды көрсек болады. Біздер бұл нәрселерді базарлардан көрсек болады, және дүкендерден көрсек болады бұларды. Әрі қарай екінші тапсырмаға қараймыз. Екінші тапсырмада массаларды салыстыр деген тапсырма берген. Бұл жерде қарайтын болсақ, мына алманың массасы 3 килограмм, мына алманың массасы 5 килограмм, яғни салмағы 3 килограмм, 5 килограмм. Бұл жерде бізге салыстыру қажет. 3 килограмм және 5 килограмм. Қайсысы артық? Әрине 5 килограмм артық. Келесі 10 килограмм қызанақ, 7 килограмм қияр. Артық бұл 10 килограмм. Келесі өрік 10 килограмм, ал келесі жемістерді салыстырамыз. 10 килограмм, екеуі де бұлар тең. Келесі қарбыз 10 килограмм, 8 килограмм. Әрине 10 килограмм үлкен. Келесі жемістерді салыстырамыз. Бұл жерде 7 килограмм, 5 килограмм. 7 килограмм артық. Келесі тапсырма. Заттардың суретін массаларының өсу ретіне қарай геометриялық фигуралардың көмегімен сал дейді. Салмақтарын кіші саннан үлкен санға қарай орналастыруымыз қажет. Ол үшін мына пішіндерді біздер рет-ретімен орналастыруымыз керек. Мен қазір астына номерлер көрсететін болам. Мысалға біздегі ең кішісі бұл қауын. Бұл бірінші тұрады. Келесі 3 килограмм. Қарбыз екінші орналасады. 4 килограмм. Келесі алма 5 килограмм. Төртінші орналасады. Өрік. Келесі 6 килограммдық қияр 5-ші орналасады. 8 килограммдық қызанақ 6-ші орналасады. Және 10 килограммдық картоп бұл 7-ші орналасады. Осылай сандарды өсу ретімен орналастырдық. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 килограмм. Өсу ретімен дегеніміз кіші саннан үлкен санға қарай жүреді. Келесі тез есепте деген. Бұл жерде бір саны берілген, оған 2-ні қос деп тұр. 1-ге 2-ні қосатын болсақ 3, 3-тен 1-ді азайтатын болсақ 2, 2-ден 1-ді азайтсақ 1, 1-ге 3-ті қосамыз 4, 4-тен 2-ні азайтамыз 2,
2-ге 2 қосамыз 4, 4-ке 1 қосамыз 5. Сонда бұл өрнектің мәні 5-ке тең болды. Ауыр, жеңіл және килограмм тақырыбына берілген тапсырмалардың орындалу реті түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.